Сексуалды революция. Сексуалды революция десе көзге не елестейді? Батыс елдеріндегі еркін төсек қатынасы, азғындық, әрі кетсе порно сайттар елестер. Көбі бұл революцияны жалаңаш әйелдің образында елестетеді. Бірақ олай емес. Бұл революция айсбергтің ұшар басы ғана, тамыры тереңде жатыр. Тарихына түсейік. Терең психологияның, глубинная психология негізін қалаған Зигмунд Фрейдтің адам психикасының қатпарына үңілгендегі мақсаты біреу еді. Ол адам бойындағы жасырын мотивтерді ашып көрсетемін деді. Сөйтті де өркениет, мәдениет, этика, мораль ұғымдарына жаңаша түсінік берді. Ол үшін ғылымға либидо, яғни құмарлық деген түсінікті енгізді. Оның ойынша адамның барлық мотивін либидо басқарып тұр. Адам мән, мәдениет, дәстүр, дін дегенді қолдан жасап алған. Адамда ешқандай сакралды болмыс жоқ. Құмары қанбай, түп санада қазан сияқты қайнап жатқан либидо ғана бар. Өнердегі кез келген шедеврдің түбінде арсыз құмарлық жатыр. Мықты суретші не мүсіншінің дер кезінде құмарын қандыруға мүмкіндігі болмады. Қалыңдық айттыруға қалтасы көтермеді. Жеңіл жүрісті қызбен көңіл қосайын десе, дін мен тәрбие тежеп тастады. Сосын бойындағы шахуат күшін амалсыз өнерге жұмсады. Қайбір жетіскеннен сурет салды дейсін. Құмарлығы қысқанда төсекте еркін ұйықтай алмады. Сосын шахуатын сублимация етіп шығарып тастады деді. Сублимацияны бейнелеп айтсақ, судың буырқанып, қайнап, буған айналып, бұлтта суған соң қар болып қайта келуі. Сол сияқты құмарлық та санадан сүзіліп өтіп өнерге айналып кетеді. Сондықтан өнерді киелендіріп қажеті жоқ деді. Фрейдтің бұл ойын қарапайым түсіндірсек былай. Адам секстен тыйылса, құмарлығы беліне жиналады. Бұл қуат қысымнан босап, сыртқы әлемге жол іздейді. Шахуат күйінде шығайын десе, физикалық байланыс жоқ. Сосын мынадай қулыққа көшеді. Сублимация жасайды да өнін өзгертіп, өнер ғылымға айналып кетеді. Сөйтіп қысымнан құтылады. Фрейд бұған дәлел ретінде Леонардо да Винчиді келтірді. Леонардо мүлде үйленбеді, жезөкшеге бармады. Шахуатын сублимация жасап өнер ғылымға айналып жіберді деді. Осы теориясын дәлелдей түсу үшін Фрейд те 40-тан соң секстен бас тартуға тырысты. Құмарлық қуатын психоаналитикаға арнамақ болды. Бұл теорияға Франкл былай деп сұрақ қойған. Аңдарды темір торға қамап секстен тыйсақ, олар неге сублимация жасамайды? Неге өнер ғылым өндірмейді? Әсілінде құмарлықтан өнер білім тумайды. Өнер атаулы объективті әлемде болады. Оны материяға айналдыратын рухани болмыс. Бірақ оны материяға айналдыру үшін энергия керек. Талантты өнер иесі энергия жинау үшін ғана секстен тыйылады. Егер құмарлық қуаты болмаса, рухани болмыстағы құндылық атаулы өздігінен тумайды. Туады десе, адамдар өлген сонда құндылық өндіруі тиіс еді. Фрейдтің ойынша, ырым тыйым мен моральдың бәрі феодалдық құрылымның сарқыншағы. Ол төменгі таптың еркіндігін тежеп, бақылауда ұстап отыру үшін құрылған жүйе. Тіпті отбасы институтындағы ер адамның әйелден үстем болуы да соның айқын көрінісі. Мысалы, әйелдің түп санасында құмарлықты қалайтын инстинкт жатыр. Ол ойын жүзеге асырайын десе, дін, неке, қала берді тиран күйеуі мүмкіндік бермеді. Әсілінде құмарлық адамның табиғи болмысы. Оны тежеу түрлі невроз туғызады деп түсіндірді. Бір қарағанда бұған дәлелі де жоқ емес еді. Ұлыбританияда пайда болған викториандық мәдениет әсіресе әйел затына шамадан тыс мораль танып жіберді.
ақсүйектер ағылшын әйелінің бәсі мен бағасын арттырамыз деп шегі жоқ талаптарды шығара берді. Қыз келіншектер денесін қымтап, етек жеңі ұзын көйлек киюге міндетті болды. Үйде алақаны мен бет жүзін ғана ашып жүре алды. Көшеге қолғапсыз немесе бетіне тор перде жауып шықпаса, жалаңаш жүрдіге саналды. Әйелдер жағажайға барып теңізге шомыла алмайтын, сол үшін киініп шешінетін көшпелі кабинка жасатты. Оның өзі жағада емес, судың ішінде тұратын. Махаббат деген сөзге толықтай табу қойылды. Бірақ сөз салатын адам үмітім бар еді деп астарлаудан арыға барған жоқ. Басы бос әйел ер адаммен 1 минуттан артық оңаша отырмады. Қыз бала кәмелетке толғанша жыныстық қатынастан мүлде хабарсыз болды. Соның себебінен тұрмысқа шыққан қыздар алғашқы түннен соң қатты қорланып, өзіне қол жұмсауға дейін барған. Жүкті әйелдің томпайған қарны арсыздықтың көрінісі саналды. Ондай әйел өзінің арсыздығына ұялып, көшедегі серуенді былай қойғанда бөлмесінен шыға алмады. Науқас әйел үшін еркек дәрігерге қаралып, денесін көрсеткені өліммен тең болды. Сол үшін дәрігер бөлмесінде арнайы жабық кабина жасалып, бір қол сиятындай тесік қалдырды. Дәрігер сол тесік арқылы әйелдің ыстығында, жүрек қағысында тексере берді. Осындай орынсыз қысымның кесірінен 1830-1870 жылдар арасында еркек тапшылығы болмаса да, ағылшын қыздарының 40% тұрмысқа шыға алмай қалды. Қысқасы, Еуропада мұндай шектен тыс тыйымдар үстемдік құрған кезеңнен соң адамгершілік принциптің біразын құрбандыққа шалатын фрейдизмнің келу заңды еді. Әбден қысымға қалған әйелдер психикасында түрлі невроз туды. Қыз келіншектің истерикаға салынуы жиі байқалды. Ал Фрейдтің либидо теориясы оларды түрмеден шығарып алғандай әсер етті. Пуритандық дәуірдің осындай қысымын көрген тұтас бір буын Фрейдке өлгенше табынып кетті. Ал ол бұл идеяларын 20 ғасырдың басында айтып бастады. Онымен ол кездегі бүкіл Еуропа танысты. Бірі қолдады, бірі сынады. Бірақ бұл идеялар сол кездегі революционерлердің оң жамбасына келді. Себебі Карл Маркстен бастау алатын революционерлердің арман мақсаты да қоғамда теңдік орнатып, таптық бөліністі жою еді. Әсіресе Зигмунд Фрейдтің идеясымен Франкфурт мектебінің өкілдері жетік танысты. Оған дейін олар Карл Маркстың таптық күрес жайлы идеясын көтеретін. Енді Фрейдтің түп санада жатқан жасырын мотивтерді ашып көрсететін еңбектерін де насихаттай бастады. Маркстың экономикалық детерминизмін Фрейдтің мәдени детерминизмі алмастырды. Бұрын таптық теңсіздік, кедейшілік, жоқшылық адамның тағдырын анықтайтын еді. Жаңа теория бойынша қанағаттанбаған құмарлық та адамның мотивтерін анықтайтын болды.